Эйнштейннің тапқырлығы. Әйгілі ғалым Альберт Эйнштейн өзіндік ойлау қабілетімен студент шағында-ақ ерекшеленген екен. Әлемдегі барлық нәрсені Құдай жаратқан ба? Профессор қойған бұл сұраққа бір студент «Я, солай» деп жауап береді. Профессор оған: «Егер Құдай бәрін жаратса, онда ол зұлымдықты да жаратты ғой. Егер логикаға сүйенсек, онда Құдай деп жүргеніміз зұлымдықтың өзі болып шықпай ма?» депті. Студент тосылып қалады. Осы кезде жас Эйнштейн сұрақ қоюға рұқсат сұрайды. «Профессор, суық деген бар нәрсе ме?» «Профессор, бұл не қылған сұрақ? Әрине бар. Сен өмірі тоңып көрмеген адамсың ба?» деп отырғандарды ду күлдіреді. Альберт болса: «Негізі суық деген жоқ. Физиканың заңына сүйенсек, суық деп жүргеніміз жылудың жоқтығын білдіреді» дейді. Әрі қарай: «Қараңғылық бар ма?» дегеніне профессор: «Әрине бар» дейді. «Келешек ұлы ғалым, сіздікі дұрыс емес. Қараңғылық дегеніміз жарықтың жоқтығы. Сол сияқты зұлымдық та жоқ. Зұлымдық дегеніміз құдайсыздық қана. Ол Құдай жоқтығын көрсету үшін адамдар ойлап тапқан ұғым» деп ойын сабақтапты. Мұндай даналық пікірге қарсы уәж айта алмай, профессор тізе бүгіп отырып қалыпты. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған: Гүлбибі Әбусайылқызы.